Сәлем достар, сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Алдағы уақытта сіздерді пайдалы мәліметтер күтіп тұр. Сондықтан қазақша каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Аяқты күнделікті көтеріп жату арқылы қалтаңыздан ақшаңыз да, қымбат уақытыңыз да кетпейді. Оны жаттығу емес, емдеу десе де болады. Себебі аяқты көтеріп жату сізден физикалық күшті талап етпейді. Дұрысы оны йогаға теңеу керек. Мамандар оның денсаулыққа тигізер бірнеше пайдасын айтады. Сіз де мұны біле жүріңіз. Жүректің жұмыс туралы бір сәтке болсын ойланып көрдіңіз бе? Күніне қаншама жұмыс атқарады. Бойыңыздағы қанды айдап, тырнақ ұшына дейін жетуін қамтамасыз етеді. Кейде қан айналымы өз жұмысынан жаңылып, аяқта варикоз пайда болуы мүмкін. Сізде келеңсіздік байқалса, бірден аяқты көтеріп жатыңыз. Жаттығумен денеңіз сұлуланып, не болмаса аяғыңыз әдемі болып кетпейді. Алайда аяқтағы тамырлардың кеңеюінің алдын алады. Жаттығу қалай жасалады? Шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріп, қабырғаға тіреңіз. Сонда денеңіз жерде, ал аяқтарыңыз тікесінен тұруы керек. Денені осы қалыпта 20 минут ұстап тұрыңыз. Қолдарыңызды барынша еркін ұстаңыз. Басқа ешбір қимылды қайталаудың қажеті жоқ. Бойыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өзіңізді тыныш әрі жайлы сезініңіз. Бұл қалыптан шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге қарай тартып, бүйіріңізге қарай аунаңыз. Жаттығу орындау үшін міндетті түрде жеңіл әрі қолайлы киім таңдаңыз. Бейілді қысып тұратын резеңкелі киім кимегеніңіз абзал. Мұндай киім жаттығудың пайдасын жоққа шығарады. Өйткені жаттығудың негізгі мақсаты қанның ағзадағы айналуын дұрыстау. Ал резеңке қанның айналуына бөгет болады. Аяқты жоғары көтеріп жатудың 5 пайдасы. Аяқ сынуын төмендету. Аяқ сынуы көбінесе қан айналымының дұрыс болмауынан пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек пен артық салмақтың салдарынан да ісініп кетуі мүмкін. Сол себептен ең алдымен аяқтың ісінуінің себебін анықтап алған жөн. Кейін оның еміне аяқты көтеріп жату жаттығуын да қосу керек. Аяқтың ауырғанын басады. Күні бойы тік тұрып жұмыс істейтін жандардың түнде аяқтары ауырады. Олар да осы әдісті қолданып көрсе, тартылыс күші аяғындағы ауруды қалай басқанын байқамай да қалады. 20 минуттық жаттығу аяқты жеңіл қалыпқа түсіреді. Ас қорытуды дұрыстайды. Егер аяқ бастан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзадағы жиналып қалуымен ғана күреспей, асқазанның жұмысына да әсер етеді. Ішектердің қозғалысын реттеп, астың қорытылуын жақсартады. Іш қату сынды мәселеде оң шешімін табады. Ішкі ағзаңызды тазалағандықтан жүзіңіз де құлпыра түседі. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаттығу тыныс алуды да қалыпқа түсіреді. Дененің осылай тұрысы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Мұның нәтижесі біз бір қалыпты тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесіне де тыныштық сыйлап, іш, мойын бұлшықетіне түсетін күшті басады. Жан тыныштығы. Жаттығу мидың оттегімен барынша толтырып, оны тыныштандырады. Тән мен жанды тыныштық пен үйлесімділік орнайды. Жаттығуды күн сайын жасасаңыз, көп өтпей-ақ жағдайыңызды жақсара түскенін байқайсыз. Ескерту: егер сіздің беліңізде жарақат болса, бұл жаттығуды жасамағаныңыз дұрыс. Мұндай кезде өзіңізге ыңғайлы болу үшін беліңізге жастық қойып жасау ұсынылады. Құрметті достар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Сондықтан қазақша каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.